Алматының қысы биыл ерте түскендей еді. Таңғы сағат 6-ға жетпей-ақ, көше шамдарының бозғылт сәулесі ағылпа қарға шағылсып, айналаны үнсіздікке бөліп тұрған. Қала әлі толық оянбаған. Тек анда-санда жүйткіген көліктердің дыбысы ғана алыстан естіліп қояды. Ал сол тыныштықтың ортасында 3 бөлмелі қарапайым пәтердің ас үйінде жарық әлдеқашан жанып тұрған. 70-тің жотасына шыққан Балқия әже баяу ғана шәйнекті көтеріп, ыстық суды шәйнекке құйды. Жылдар салған әжімдер жүзін торлағанымен, жүзінен мейірімнің табы ешқашан өшпеген еді. Қимылы баяулағанымен, үйдегі тіршілікті ешкімге міндет қылмай өз атқарып үйренген. Терезенің ар жағында қар ұшқындап тұр. Балқия әже терезеге бір сәт үнсіз қарап қалды. Марқұм болсаң, дәл осындай қарлы күні жұмысқа шығар едің. Көңілінен күйеуінің бейнесі бір сәт қылаң берді. Осыдан 27 жыл бұрын дәл осындай қыста тағдыр оның өмірін қақ айырған еді. Күйеуі Нұрғали жұмыстан қайтып келе жатқанда жол апатына түсіп, сол күйеуі оралмаған. Сол күннен бастап Балқиятның бүкіл өмірі жалғыз ұлы Ерболдың тағдырына айналды. Жылайтын уақыт болған жоқ. Таң атпай жұмысқа барып, кешке басқа жұмысқа асығатын. Бір жерде еден жуатын, бір жерде асханаға көмекші болатын. Демалыс күндері адамдардың үйін тазалап, қосымша табыс табатын. Бір ғана арманы болды. Балам ешкімнен кем болмасын. Сол арман үшін жастығында, денсаулығында, тіпті әйел бақытында құрбан етті. Кейбір күндері кешкі асты ішпей, ақша үнемдейтін. Ал Ербол оның ештеңені сезбеу үшін үстелге міндетті түрде бір үзімет қойылатын. Бала көңілі анасының аш отырғанын қайдан білсін? Балқия әже ешқашан ұлына жоқшылықтың иісін сездірген емес. Мектепте де қатарынан қалдырмады. Институтқа түсерде ақылы бөлімге түссе де, қарыз алмай, өз еңбегімен ақысын төлеп шықты. Ұлының диплом алған күніндегі қуанышы өміріндегі ең бақытты күндердің бірі еді. Ал 4 жыл бұрын Ербол үйленгенде де, біреуге қарыз болып басталған шаңырақтың берекесі азаяды, деп тойды шамасына қарай ғана өткізді. Бірақ сол тойда көңілі ерекше толқыған. Енді мына үйде келіннің күлкісі естіліп, көп ұзамай немере иіскермін, деп армандаған. Балқия әже ыстық шайды кеселерге құйып, дастарханды жайлап әзірледі. 3 адамның кесесі, 3 адамның тәрелкесі, бәрі дайын. Тек үй ғана үнсіз. Сағат 7-ден асты. Ербол бөлмесінен асығыс шықты. Ақ халаты үтік келген, қолында медициналық сөмкесі. Травматолог хирург болғандықтан, оның әр күні біреудің тағдырымен байланысты екенін Балқия әже жақсы білетін. Анашым, өзіңіз тағы ерте тұрып кетіпсіз ғой. Балқия әже жымиып қана басын изеді. Үйдің берекесі таңнан басталады балам. Ербол үнсіз ғана анасының қолынан шайын алды. Сол қолдарға көзі түсті. Қатқан, жарылған. Уақыттың табы қалған. Іштей бір күрсінді. Бірақ анасы бұрынғыдай ештеңе болмағандай күлімсіреп отыр. Осы сәтте жатын бөлменің есігі тарс ашылды. Жанар ұйқылы ояу күйде сыртқа шықты. Телефоны қолында. Көзі экраннан айырылмайды. Дастарханға бір қарап өтті де, қабағын түйді. Тағы майлы тамақ па? Балқия әже жұмсақ үнмен. Қызым, жылы кезінде ішіп ал, сырт суық. Мен диетадамын, қысқа ғана жауап. Одан кейін ас үйде үнсіздік орнады. Жанар тоңазытқыштан йогурт алып, 2 қасық жеді де, қайтадан телефонына үңілді. Балқия әже тағы ештеңе демеді. Оның үндемеуі әлсіздігінен емес, үйдің тыныштығын сақтағысы келгеннен еді. Ербол бәрін көріп отыр. Бірақ бұрынғы әдетімен тағы үндемеді. Өйткені ол бұл үнсіздікке үйреніп кеткен. Сол күні кешке Балқия әженің ауылдағы ескі көршісі Гүлсара апай немересін ертіп қонаққа келді. Балқия әже қуанып қалды. Ас үйге кіріп, дастарханды өзі жая бастады. Жанар болса бөлмесінен шықпады. Қонақ келген естісе де. Балқия әже, қызым, бір шәйнекті жанартып жіберші, деп жай ғана өтінген. Мен шаршадым,
деген дауыс бөлмеден ғана естілді. Сол күйі есік ашылмады. Балқия әже үндемей өзі шай қойды. Қонақтар да бәрін байқап отыр. Бірақ ешкім ештеңе айтпады. Тек Гүлсара апай кетерінде Балқия әженің қолын қысып, сабырың таусылмасын құрбым, деп сыбырлап қана қойды. Түн. Үйдің шамдары біртіндеп сөне бастады. Ербол ертеңгі операциясына дайындалып, құжаттарын қарап отыр. Жанар тағы да телефонын құшақтап ұйықтап қалған. Ал Балқия әже бөлмесінде жай ғана жөтеліп отырды. Алғашында жай жөтеледі. Бірте-бірте күшейді. Кеудесі шаншып, тынысы тарылғандай болды. Ол ешкімді мазаламау үшін жөтелін жастыққа көміп басуға тырысты. Терезенің ар жағында боран күшейіп бара жатты. Ал Балқия әже сол түні алғаш рет жүрегін қолымен басып, көзіне жас алды. Таң қағыда алматының үстіне ақ көрпесін жайып атты. Түн бойы жауған қар ауланы ақ әлемге айналдырған. Ағаш бұтақтары мұз құрсауына еніп, әр бұтаққа қонған қар күннің алғашқы сәулесімен жылтырап тұрды. Бірақ табиғаттың сол әсем көрінісі Балқия әженің көңіліне жылулық сыйлай алмады. Кеше түнгі жөтел таңға дейін басылмаған еді. Ұйқысы 4-5 рет бөлінді. Кейде демі жетпей төсектің жиегіне отырып қалатын. Бірақ бөлменің есігін ашып, ұлын оятуға жүрегі дауаламады. Ерболдың ертең операциясы бар. Демалсын. Ол тағы да өз денсаулығынан бұрын баласын ойлады. Ас үйге алғаш болып тағы Балқия әже шықты. Баяу ғана газды жағып, шәйнекті қойды. Қолы бұрынғыдай епті емес. Бір кесен аларда саусақтары дірілдеп кетті. Шайды құйып жатып, аздап төгіп алды. Бірден сүртіп тастады. Өзіне ренжігендей басын шайқады. Қартайып бара жатырмын ау, деп күбірледі. Бірақ сол сөзді ешкім естімеді. 7-ге таман Ербол оянды. Анасының түріне бір қарағаннан-ақ мазасызданды. Анашым, өңіңіз қашып кетіпті ғой. Балқия әже күлімсіреуге тырысты. Ештеңе емес балам. Кеше сәл тоңып қалған шығармын. Ербол маңдайына алақанын қойды. Денесі қызып тұр. Жөтелі де жиілеген. Дәрігер болғандықтан анасының жай ғана суық кигізіп алмағанын бірден сезді. Бүгін ауруханаға барамыз. Қойшы, 2-3 күнде кетеді. Жоқ. Балқия әже үнсіз қалды. Ұлының көзіндегі алаңдаушылықты көріп, қарсыласуға батпады. Осы кезде бөлмеден Жанар шықты. Үстінде қымбат брендтің спорттық киімі. Бетінде жеңіл ғана әрленген макияж. Қолында тағы да телефоны. Ас үйге кіріп келе сала. Кофе қайда? Деді. Балқия әже. Шай дайын қызым. Жанар қабағын түйді. Мен шай ішпеймін ғой, деп кофе қайнатқышты өзі қосып жіберді. Ербол үндемей қарап тұр. Кеше ғана анасының күні бойы жөтелгенін көрген. Ал бүгін оның жүзінен әлсіздік анық байқалып тұр. Бірақ Жанар бір ретте, қалайсыз, деп сұрамады. Ербол жұмысқа шығар алдында дәрі қобдишасын алып келді. Анасына дәрілерді қалай ішу керектігін қағазға жазып қойды. Сосын Жанарға бұрылды. Даусы бұрынғыдан байсалдырақ шықты. Жанар? Иә? Ертең өте ауыр операциям бар. Таңнан кешке дейін босамаймын. Анамның жағдайы ұнамай тұр. Ертең жұмыстан шыққан соң қайнатпа сорпа жасап берші. Дәрісін уақытында ішкізіп қой. Жанар көзін телефоннан алмай тыңдап тұрды. Бірнеше секунд үнсіз қалды. Сосын иығын қиқаң еткізді. Көреміз. Не дегенің көреміз? Уақытым болса барам. Ербол алғаш рет үнсіз қалды. Ол осы 4 жылда Жанардың талай қылығын көрген. Бірақ бүгінгі жауабы жүрегіне қадалған ине секілді болды. Бұл бөтен адам емес. Менің анам. Жанар жымиып қойды. Мен де жұмыс істеймін. Бәрін тастап енеңнің қасында отыра алмаймын. Үйде күні бойы өзі ғой. Ештеңе болмайды. Балқия әже әңгімені бөліп жіберді. Қойындаршы, мен жақсымын. Босқа ұрыспаңдар. Ербол анасына қарады. Сол баяғы. Тағы да өзі араша түсіп отыр.
Жұмысқа кетерде Ербол анасының иығына көрпесін дұрыстап жапты. Кешке ертерек келем. Балқия әже жымиып басын изеді. Жұмысыңа алаңдама. Адамдардың амандығы сендердің қолдарында. Мен ойлама. Ербол есіктен шығып бара жатып, артына тағы бір қарады. Көңілі әлденеге алаң еді. Өзі де түсінбеді. Күн ұзаққа созылды. Балқия әже жалғыз қалды. Үйдің іші тым-тырс. Сыртта боран күшейіп барады. Жөтелі жиілей түсті. Түске қарай дене қызуы бұрынғыдан да көтерілді. Ас үйге дейін әзер жетіп, өзіне бір кесе жылы су құйды. Қолы тағы қалтырады. Кесені әрең ұстап тұр. Қабырғаға сүйеніп ұзақ тұрды. Бірақ ұлына хабарласуға батпады. Операцияда шығар. Кешкі сағат 6. Жанар кеңседен шықты. Кеңсе алдында құрбысы Сәуле күтіп тұр екен. Жүр, жаңа кафе ашылыпты. Бүгін бәріміз жиналамыз. Жанар сәл ойланып қалды. Ерболдың айтқаны есіне түсті. Артынан бірден өзі-ақ. Бір күнде ештеңе болмайды ғой, деп ақталды. Жүр. Екеуі күліп көлікке отырып кетті. Ал дәл сол сәтте Балқия әже үйде жалғыз отыр еді. Жөтелі бұрынғыдан да күшейіп, демі тарыла бастады. Ол орнынан тұрайын деп еді. Аяғы тайып кетті. Қолындағы дәрі құтысы жерге шашылып қалды. Әже қабырғаға сүйенбек болды. Бірақ бойында күш қалмаған еді. Ол баяу ғана еденге отырып қалды. Терезенің ар жағында боран ұлып тұрды. Ал үйдің ішінде алғаш рет қорқынышты үнсіздік орнады. Алматыны ақ түтек боран басып тұрған кешеді. Көшедегі ағаштар желмен бірге ыңыранып тұрғандай. Терезеге соғылған қар ұлпалары еріп үлгерместен қайтадан мұз болып қатып жатты. Табиғаттың өзі әлдекімді сынап тұрғандай көрінетін. Ал сол сәтте 3-ші қабаттағы қарапайым пәтерде Балқия әже еденге сүйеніп әрең отыр еді. Тынысы тарылып барады. Кеудесін әлдебір ауыр тас басып тұрғандай. Жерге шашылып кеткен дәрілерді жинауға шамасы келмеді. Қолы созылған сайын саусақтары қалтырап, қайтадан тізесіне түсіп кетеді. Бөлменің іші тып-тыныш. Сол үнсіздік адамның жанын одан сайын қыса түсетін. Балқия әже көзін жұмып, «Я Алла, балама ауырлық бере көрме», деп сыбырлады. Өзіне емес. Тағы да ұлына тілек тілеп отыр. Осы кезде қаланың екінші шетінде Ербол операциялық бөлмедеді. Ақ халаттың үстінен жасыл хирургиялық киім киген. Маңдайынан аққан терді мейірбике сүртіп үлгеріп жатыр. 6 сағатқа созылған күрделі ота. Жас жігіттің жанын аман алып қалу үшін бүкіл бригада бар күшін салып жатқан. Ерболдың жан дүниесінде бір түсініксіз мазасыздық маздап тұрса да, дәрігер ретінде ойын бөлуге хақы жоқ еді. Әрбір қимыл дәлдік талап етеді. Әр секунд адамның тағдырын шешіп тұр. Ал дәл сол мезетте Жанар қаланың сәнді кафелерінің бірінде құрбылармен күліп отырды. Үстел үстінде түрлі тағамдар, қолында кофе, телефонда жаңа түскен суреттер. Сәуле. Жанар, сен тым дұрыс істейсің. Өзің үшін өмір сүру керек. Әйтпесе ененің шайын құйып, өмірің өтіп кетеді. Жанар жымиып қойды. Ербол да кейде түсінбейді. Анама қара дейді. Мен күтуші болып тұрмысқа шыққан жоқпын. Құрбылар да күліп жіберді. Дұрыс айтасың. Осы кезде телефоны дірілдеді. Экранда «И». Жанар қабағын түйді. Тағы не болды екен? Қоңырауды үнсіз өшіріп тастады. Кім? Ешкім емес. Сөйтіп әңгімені жалғастыра берді. Пәтерде Балқия әженің жағдайы ауырлай түсті. Ол соңғы күшін жинап, диванның үстіндегі телефонына жетуге тырысты. Бірақ арадағы бірнеше қадам оған бірнеше шақырымдай көрінді. Әзер дегенде телефонды қолына алды. Алғашқы терілген нөмір. Ербол. Бірақ байланысқа шығу мүмкін емес. Операция кезінде телефоны сөндірулі болатын. Екінші рет Жанарға қоңырау шалды. Қоңырау барды, бірақ ешкім көтермеді. Әже үнсіз ғана экранға қарап қалды. Сосын телефонды кеудесіне басты. Көзінен бір тамшы жас сырғып түсті. Бақытты болыңдаршы. Тек аман болыңдар.
Бұл өкпе емес еді. Бұл ананың жүрегі ғана еді. Кешкі 7 шамасында көрші Күләш апай дәлізден өте бергенде әлсіз тарсылды естіді. Әуелде мән бермеді, бірақ дыбыс тағы қайталанды. Ол есікті қақты. Балқия! Балқия, идесің бе? Жауап жоқ. Жүрегі бірден секем алды. Қосалқы кілт Балқия әженің өзінде ғана болатын. Бірақ есік толық жабылмай қалған екен. Итеріп еді, ашылып кетті. Ішке кірген бойда көзі еденде отырған Балқия әжеге түсті. Ойбай, Балқия! Әже әрең ғана көзін ашты. Күләш. Көршісі бірден жедел жәрдемге хабарласты. Сосын Ерболға қайта-қайта телефон шалды. Бірақ байланыс жоқ. Түнгі сағат 9-ға жақын операция аяқталды. Ербол қолғаптарын шешіп, алғаш рет телефонын қосты. Экранда 12 жіберілмеген қоңырау. Көрші Күләш. 3 қоңырау. Белгісіз нөмір. 4 қоңырау. Үй телефоны. 2 қоңырау. Жүрегі зу ете қалды. Дереу көршіге қайта қоңырау шалды. Ар жақтан дірілдеген дауыс естілді. Ербол! Балам! Анаңды ауруханаға алып кетті. Ерболдың қолындағы телефон сырғып кете жаздады. Не болды? Үйде жалғыз жатқан. Дем ала алмай қалыпты. Ербол ештеңе сұрамады. Ақ халатын да шешпестен сыртқа қарай жүгірді. Қар қалың, боран күшейген. Бірақ ол ештеңені сезбеді. Көлігін оталдырып ауруханаға қарай құстай ұшты. Оның жүрегінде бір ғана ой болды. Тек кешігіп қалмасам екен. Ал дәл сол сәтте Жанар көңілдік үйдің есігін ашты. Қолында сауда пакеттері. Бөлмеге кіргенде үйдің іші қап-қараңғы еді. Ене? Ербол? Ешкім жауап бермеді. Ас үйге өтті. Үстел үстінде таңертең құйылған шай сол қалпы суып тұр. Ал жерде шашылып жатқан дәрілерді көргенде ғана, оның жүзіндегі күлкі бір сәтке жоғалып кетті. Бірақ бұл қорқыныш емес еді. Тек түсінбей қалған адамның абыржуы ғана болатын. Түн ортасы ауып кеткен. Қалалық аурухананың жансақтау бөлімі әдеттегідей үнсіз еді. Ақ дәлізде аяқ дыбысы ғана анда-санда жаңғырып қояды. Айналадағы тыныштықтың өзі адамға ауыр сезілетін. Ербол көлігін аурухананың алдына тоқтатқан бойда жүгіріп кірді. Ол бұл аурухананың әр бұрышын жатқа білетін. Күн сайын осы дәлізбен өзі науқастарды итеріп өтетін. Бүгін сол дәліздің арғы жағында өз анасы жатыр. Бұл сезімге ешбір дәрігерді ешқандай оқу дайындай алмайды. Қабылдау бөліміндегі мейірбике Ерболды көрген бойда орнынан тұрды. Ербол мырза, анаңызды жансақтауға кіргіздік. Өкпесіне қатты суық тиген. Дене қызуы өте жоғары. Жүрегі де әлсіреп қалған. Қам қысымы бірнеше рет күрт көтеріліп кеткен. Ербол үнсіз тыңдап тұрды. Дәрігер ретінде бәрін түсініп тұр. Бірақ ол ретінде бұл сөздердің әрқайсысы жүрегіне қадалып жатқандай еді. Есін жыды ма? Жоқ. Әлі толық есін жиған жоқ. Ербол жансақтау бөлімінің терезесіне келді. Ар жағында анасы жатты. Жүзіндегі әжімдері бұрынғыдан да тереңдеп кеткендей. Бетіне оттегі маскасы тағылған. Қолына жүйелер жауғанған. Кеше ғана таңғы шайын құйып жүрген анасы. Бүгін темір төсекте үнсіз жатыр. Ербол әйнекке маңдайын сүйеді. Көзін жұмды. Балалық шағы көз алдынан тізбектеліп өте бастады. Мектепке жаңа аяқ киімсіз барған кезі. 2 айдан кейін анасы аяқ киім әкелген еді. Ақшаны қайдан алдың деп сұрағанда. Аздап жинап жүредім деп күлімсіреген. Кейін ғана білді. Сол айда анасы түскі ас ішпей жүрген екен. Институтқа түсер жылыда. Уайымдама балам. Ақшасы табылады деген. Тағы да қайдан тапқанын айтпаған. Кейін ауылдағы ескі таныстарының үйлерін тазалап, түнгі ауысымға шыққанын естіген. Бірақ ешқашан баласының алдында еңіреп жыламаған. Ерболдың жанарына жас үйірілді. Анашым, кешіріңіз, деген сөз ғана ерінен әрең шықты.
Осы кезде ауруханаға Жанар да келді. Шашын асығыс жинап алған. Бірақ жүзінде кінәлі адамның емес, мазасызданған адамның ғана кейпі бар еді. Ербол оны көрді. Екеуі үнсіз бірнеше секунд бір-біріне қарап тұрды. Ақыры Ербол бірінші сөйледі. Даусы баяу шықты. Сен бардың ба? Жанар түсінбей қалды. Қайда? Анама. Мен айтқан соң. Бір сәт үнсіздік орнады. Жанар көзін тайдырып. Үлгермедім. Жұмыс көп болды. Кейін құрбылар шақырып. Ербол сөзін бөлмеді. Тек басын төмен түсірді. Сол үнсіздік Жанарға кез келген айқайдан ауыр тиді. Бір кезде бөлім меңгерушісі шықты. Туыстары қайсымыз? Мен ұлымын. Қазіргі жағдайын тұрақтандырдық. Бірақ жасы келген кісі. Өкпесі қатты қабынған. Жүрегі де әлсіреген. Енді дұрыс күтім қажет. Сәл ғана салғырттықтың өзі қауіпті болуы мүмкін. Ербол басын изеді. Ол бұл сөздердің астарында не жатқанын жақсы түсінді. Ал Жанар үнсіз ғана терезеге қарап тұрды. Таң ата Балқия әже есін жыды. Көзін баяу ашты. Алғаш көрген адамы Ербол болды. Ұлы түні бойы орындықтан қозғалмаған. Ақ халатының үстінде ұйықтап кеткен екен. Балқия әже әлсіз жымиып. Балам. Жұмысым ше? Ербол көз жасын жасырып үлгермеді. Жұмыстың бәрі күте тұрады анашым. Сіз ғана күте алмайсыз. Балқия әже тағы да ұлының қолын сипады. Жанар жұмыста шығар. Қызымды ұрыспа. Жас қой әлі. Үйренеді. Ербол жүрегінің шым еткенін сезді. Осындай күйде жатып та. Анасы келінін ақтап отыр. Сол күні түсте дәрігерлер Балқия әжені палатаға ауыстырды. Ербол дәріханаға шығып кеткен кезде палатаға Жанар кірді. Әже оған күлімсіреуге тырысты. Келдің бе қызым? Жұмысынан сұранып келдің ғой. Рахмет. Жанар ештеңе демеді. Тек телефондағы хабарламаларын қарап тұрды. Әже тағы да үнсіз қалды. Осы сәтте есік сыртында тұрған Ербол бәрін көріп тұреді. Анасының келіннен бір ауыз жылы сөз күтіп отырғанын. Ал келіннің соғанда уақыт таппағанын. Ол алғаш рет жүрегінде бір нәрсенің үзіліп кеткенін анық сезді. Бұл ашу емес еді. Бұл сенімнің сөгіле бастаған сәті болатын. Палатаның терезесінен сыртқа қараса, аппақ қар әлде жауып тұр. Бірақ Ерболдың жүрегінде қыс енді ғана басталған еді. Аурухананың ақ қабырғалар арасында өткен 12 күн Балқия әжеге бір жылдай көрінді. Дәрігерлер қолдан келгеннің бәрін жасады. Өкпедегі қабыну біртіндеп қайтып дене қызуы түсті. Бірақ жүрегі бұрынғыдай емес еді. Қан қысымы аяқ астынан көтеріліп кететін. Аз ғана шаршаса, тынысы тарылып қалатын. Ербол күн сайын таңғы 7-де палатасына кіріп, жұмысына дейін анасын өзі қарайтын. Түскі үзілісте тағы келетін. Кешке операциялар біткен соң тағы жанынан табылатын. Ал Жанар 12 күннің ішінде ауруханаға небәрі 2-ақ рет келген. Оның өзінде жарты сағатқа жетпей, жұмысқа кешігіп барамын, деп асығып шығып кеткен. Балқия әже болса ешкімге реніш білдірмеді. Келіні келмеген күндері де қызымның жұмысы көп шығар, деп ақтап отыратын. Арада 2 апта өткенде дәрігерлер Балқия әжені үйіне шығарды. Ербол анасын қолтықтап көлікке отырғызды. Жол бойы. Анашым, енді ауыр жұмыс істемейсіз. Үйдің бәрін өзім істеймін. Балам, жұмысыңды да істейсің, үйді де істейсің. Шаршап қаласың ғой. Шаршасан да болады. Тек сіз аман болыңыз. Балқия әже терезеге қарап үнсіз қалды. Ұлының жүзіне бұрын байқалмаған салмақ түскенін көрді. Үйдің табалдырығын аттағанда Балқия әже еріксіз тоқтап қалды. Осы үйге келін түсірген күні есіне түсті. Төрге ақ дастархан жайып, бүгіннен бастап бұл үйдің берекесі көбейеді, деп Алладан тілек тілеген. Бірақ сол тілегінің бәрі орындала бермепті. Үйдің ішіне кіргенде Жанар диванда телефон қарап отыр екен.
орнынан асықпай ғана тұрды. Келдіңіздер ме? Иә, қызым. Балқия әже жай ғана жымиды. Ербол анасын бөлмесіне кіргізіп, көрпесін жауып шықты. Ас үйге келсе, ыдыс жуылмаған. Тоңазытқыш бос. Газдың үсті суып тұр. Жанар күні бойы ештеңе дайындамаған. Тамақ бар ма? Жоқ. Анам ауруханадан шықты ғой. Білем. Сонда? Жанар иығын көтерді. Тапсырыс берейік. Ербол ұзақ үнсіз тұрды. Сосын тоңазытқышты ашты. Ішінде аздап ет пен көкөніс бар екен. Алжапқышын тағып, өзі сорпа дайындай бастады. Жанар ештеңе болмағандай бөлмесіне кіріп кетті. Сол күні кешке Балқия әже сорпаны ішіп отырып, дәмді болыпты, қолынан келеді екен балам, деп күлімсіреді. Ербол да жымиды. Бұдан былай үйренеміз, анашым. Жанар бұл сөзге мән берген жоқ. Келесі күндерде жағдай өзгермеді. Таңғы шайды Балқия әже әзірлейді. Кейде денсаулығы көтермесе, Ербол тұрады. Ал Жанар бұрынғысынша кеш оянады. Үйге келген қонаққа да көп араласпайды. Кейде жұмыстан кейін. Қыздармен кешкі ас ішіп келдім, деп кіріп келеді. Үйдегілердің ішіп жегенін сұрамайды. Бір күні сенбі күні еді. Ербол кезекшіліктен ертерек қайтты. Балқия әже ас үйде қамыр жайып отыр екен. Қолы дірілдейді. Бірақ немере көрмесе де